Сәлем бердік достарым, сәлем бердік достар, жігіттер, сәлем. Қалай? Как дела? Жақсы ма? Керемет пе? Әңгіме айтыңдар достар, жігіттер. Мен сіздерге бір ойнасым туралы айтып берейін, ойнасым. Жігіттер, қыздар. Менің личкіме жазып жатыр, менің көрермендерім. Менің жекеме, личкіме, WhatsApp-ма жазған. Ана, қалай ойнас болдың ба деп, мен ойнас болдым. Бір үлкен кісіге, үлкен шалаға еді. Мен мектепті бітіріп кейін жұмыс істедім. Сол жұмыс істеп жүргенімде кафенің директоры бар еді. Бір шал ағай, сол ағайға ойнас болған. Мен айттым ғой, мен фигурный әдемі едім, мен деген сұлу әдемі, көтенім әдемі, емшегім фигурный. Кейін ол ағай айтты, давай ойнас болайық деді, саған үй алып берем, арасында келіп тұрам, сыйлық жасап деді. Мен жақсы дедім, ол енді баяғы 2000 жылдар ғой, ертеде, мен ол кезде жас қызбын. Кейін жұмыстың бәрін тыста деді, жақсы дедім, мен әрине келсе кеттім. Содан кейін менің өмірім басталды ғой, құрсын, королевский өмір. Ана ағай келетті. Соны айтпақшы болғаным, мен оған ағайға айтқанмын, мен әлі қызбын деп, мен әлі тесілгенім жоқ, мен целкамын деп. Кейін ол целкамын дегесін ол ағай қуанып кетті. Мен онда целкаңды бермеймін, мен өзім сені тесем деді. Керемет қылып өзім саған алғашқы түнсіп өзім сыйлаймын жақсылап деді. Мен жақсы дедім. Сосын ол көптеген, кейін керемет ана қаланың орталығынан, қаладан бір бөлмелі үй алып берді маған, бір комнаталы, домнан. Кейін керемет қылып бір ресторанға шақырды әуелі. Сол ресторанда тамақтанып, кейін сол кезде бір күшті қонақ үй бар еді, гостиница, сол қонақ үйге бардық. Қонақ үйді күшті қылып стол жасап, кейін сол қонақ үйді болды ғой. Мен ол кезде білмеймін, мен тек алдын аузыма алып жүрдім ғой. Қыздар, жігіттер, естеріңізде ме, мен алдын айттым ғой, мен алдын аузыма алып үйренгенмін деп. Талай жігіттерге, талай менің жігіттерім бар еді, соларға мектепте бір ағайға талай сорып беріп едім. Аузыма, олар аузыма бітіретін еді постоянно, бірақ ол целкіме тиген жоқ. Мен айттым, мен целкімін, мен қыздығымды алмаңдар дедім. Көтеніңнен сігейік деп бір айтып еді, көтіңнен бір сігейші деп. Мен қой дедім, құрсын ол қотағы үлкен екен, ол ағайдың қотағы. Аузыма әрең сыйды, аузыма, мен күттейді есігім көтеніме сыймайды дедім. Сосын ол жақсы деп ол аузымнан сігетін еді постоянно. Осылай әңгімеге бөлініп кете берем ғой. Сонымен жігіттер жаңағы ағайдың соңын айтайын, гостиницаға бардық қонақ үйге. Сонымен сөйтіп қонақ үйде менің қыздығымды алды ғой, целкамды жаңағы шалды. Керемет болды, әрине ауырды. Керемет жоқ қой, жақсы емес қой, әрине ауырды. Ол шалдық үлкен, томпақ. Мен жас қызбын, 18 жасар, 19 жасар. Мені диванға жатқызып, күшті қылып целкамды қопарып берді. Целкам күшті қопарылды менің, қыздар. Керемет қопарылды, керемет жағдайда, королевский жағдайда. Аппақ төсек. Менің жанымда менің шалым, менің атам. Ата дейтін едім оны. Үлкен шал еді, құрсын өліп қалды кейін. Мен құрсын тірі болғанда оның ақшасын алар едім, өліп қалды ғой ол. Итек маған үй алып берді ол. Күшті жағдай жасады ғой, о шал. О шалды кездестіргеніме еш өкінбеймін. Жігіттер, достар, қыздар, қатындар, сіздер де сондай ойнас болыңдар, құрсын. Өмір солай ғой, өмір солай емес пе? Өмір солай. Солай мен қыздығымды алып сол қонақ үйде түнімен емес, енді өлген шал ғой, құрсын. Бір рет қопарды, ауырды, кейін шамал ол ішетін, шамал ішті. Мен ішкенім жоқ, мен сол кезде кола ішіп отырдым, лимонад.
Дастархандан түрлі нәрсе жеп, кейін екінші рет тағы жатқызып итерді. Мен тек ол кісі, ол шал тек классикалық түргіде итеретін еді мен. Ол тоңқайтып сүгу, түрлі позаларға қойып сүгуді ол білмейтін еді. Үлкен шал ғой. Ол тек қана, мен жатқызып қойып, үстіме өзім мініп алып, үстімнен сігеді. Үстімнен өгіздей болып, үстіме жатып алып, үстімнен сігеді. Мен астында кішкентай болып жатам, езіліп, күшті еді, бірақ күшті шал еді ол. Құйтағы бірақ томпақ еді, ұзын емес томпақ. Силкамды қопарды, кейінді квартирама келіп, сол күшті болды, сол түнді 2 рет итерістік. Сол бірінші рет силкамды қопарды, кейін екінші рет жуынып келіп тағы да, екінші рет ұрды, екінші рет сікті тағы да. Бір жарты сағат 20 минуттен сікеді, ол көп сікпейді, бітіріп қояды. Ішке бітіріп жіберді, мен білмеймін ғой, сырт дегенді. Деп итеріп болып, ыңқылдап, үстіме құлап, шылап жатып алатын еді. Өгіздей болып, қарасылдей болып. Сол кезде ішке бітіре салады бәрін. Сонымен кеттік ертесіне. Одан кейін де үйге келіп жүрді, квартира алып берді ғой, қаладан. Сол квартирге келіп жүрді ғой үйіме. Оның семьясы бар еді, мен к черту семьясына дедім, құрсын, семья өз жолында маған ақша керек. Сосын ол семьясы бар, үлкен шал еді, балдары бар, қатыны бар, немерелері бар. Арасында келіп тұрады, дастархан әкеледі, дастархан жайып береді, күшті қылып дастархан жасайды. Продуктымның бәрін әкеледі. Не керек, солай емес пе? Мен арасында жұмыс істеймін, ақшам жетеді, өзіме ақша береді. Күшті өмірді жасадым, бірақ қыздар. Ойнас болғанда күшті қыздар. Жігіттер, ойнас күшті ғой, құрсын. Жақсы бір мықты шал тауып алсаң, қалтасы мықты шал. Керемет екен ойнас болған. Мен сол 3 жылдай ойнас болдым, 3 жылдай кейін. Оның жағдайы төмендеп қалды, ауырып қалды. Жүрегі ауырды, кейін қойып кетті, ол құлап қалды, кейін үйді өзіме оформить етіп берді ғой. Кейін үй өзіме қалды. Кейін ол еді, кейін сатып едіна элитный домды алдым ғой. Менің шалым кейін өліп қалды, ол кейін естім, әттең дедім, тір болғанда. Барып сорып беретін ем. Бірақ ол оның бір жақсы жері мен аузыма берген жоқ ол. Аузыма ал, көтіңнен сігейін, ондайды айтпайтын еді. Ол тек жатқызып қойып ол. Томпақ семіз кісі ғой, үлкен. Ол тек жатқызып қойып. Үстіме мініп, үстімнен сігетін еді. Кейін өзі отырып, алдына отырғызып құшақтап, секіртетін еді. Секіргенде әрине ауырады, себебі оны қайттым ғой, томпақ жуан еді. Мен құрсын жөбілес қыздың амы таптар, секіре алмайтын ем, ауырып. Кейін ол жатқызып та үстімнен сігетін еді. Құрсын, ошал керемет шал еді ғой, құрсын, мен қызымның әкесі ғой. Қызым судан көтеріп қойдым ғой, одан кейін тудым. 5-6 жыл қызым 3 жасқа дейін, короче, ұмытып кетіппін ғой, құрсын. Біраз жер 5-6 жыл не қылдық, қызым 3 жасқа келген кезде сол қызымның буыны қатайып неткесін, ошал жағдай төменде ауырып қалды. Кейін өзім жұмыс істедім кафеде, мына неде. Одан кейін мына үлкен нелер ашылды ғой, мына үлкен супермаркеттер, үлкен супермаркет сауда орталықтарында істедім. Одан кейін көптеген жігіттермен таныстым, көптеген бастықтармен жүрдім ғой. Одан кейін арасында саунаға барам, саунада мен күшті подружкаларым бар, мен саудада істейтін. Солар арасында шақырады. Групповой болады, келші деп, кейде бір бастықтар заказ береді екен. Жақсы қыз болса деп, 2-3 қыз деп, сол кезде мен қосыламын. Талай групповойларға қатынасқанбыз. Жымыжы дейді, мұжымы дейма, не дейді құрсын. Еркектердің арасында, құрсын талай бір 2 еркек, 3 еркек сіккен. Оны кейін айтып берерім, достар. Сол мұны бүгінше осы сіздерге оқа жорымды айтайын деп, ең алғашы менің целкамды қопарған. Менің целкамды қопарған сол үлкен шал ғой. Осы шал менің қызымның әкесі. Күшті шал еді, ол әттең, ол өліп қалды. Ол егер тірі болғанда ол әлі де жәрдем беретін еді. Күшті шал еді ол, достар.
Сонымен қыздар, сіздер де солай. Оқа жүр тауып алыңыздар, қазір тем более қиын ғой, қазір бәрі нәрсе қымбат. Қымбат заман, Мен енді баяғыда ол кезде де қымбат еді ғой, құрсын, ақша табылмайды, айлы зарплата кішкентай. Қазір де қымбат қой, қыздар, келіншектер, жігіттер, солай емес пе? Мен сонымен үш жылдан қызымды туып алдым, Кейін маған үй берді, күшті жағдайын жасап беріп кетті ғой, ошал, Ошалға өкпем жоқ ешқандай, әттең. Тек қана үлкен кісі демесең, сондай достар, мен мұны еш қате деп есептемеймін, солай емес пе? Не дейсіздер? Өз пікірлеріңіз жазып кетіңіздер, қыздар, жігіттер, еркектер, не дейсіздер сіздер? Ойнасқа қалай қарайсыздар? Ойнастарыңыз бар ма? Жас қыздар түсіп жүрсіздер ме, жас қыздарды? Не дейсіздер? Еркектер, жігіттер, жазыңыздаршы, қыздар.